Сәлем достар, сіздермен мен Абилгүл және бүгін біздің ауылды дәу қараңғылық басты. Бүкіл историяның бәрі біз деген жительдермен бірге бір нәрсе шығарып едік. Сосын ол деген бүкіл жерді жауып тастап қараңғы болып кетті. Енді біз қалай выживание жасайтынымызды білмейміз. Сол үшін мен де осынша факел сатып алып үлгердім. Бәрі сынбайтын нәрсемен жабылып қалды және одан шығуға бүгін тырысатын боламыз. Айтпақшы, менде телефон бар. Бүгін тамақ пока что менде жоқ. Тамақ алып келейік. Қараңғы әлемде. Достар, мына жер қараңғы екен қатты. Маған факелдар керек болады қазір. Міне осы жерге. Жақсы, осылай қоямыз. Міне тамаққа жеттік. Жатыр, міне алайық, аламыз. Осылай. Міне, қазір біз нан жасайтын боламыз. Аламыз. Ана жақта не болып жатқан қарау. Мән бермеңіздер. Жақсы, не істейміз енді? Нан жасайық. Соғымыз керек біз. Осылай. Міне қарным тойды. Балық жегісі кеп тұрған шығар мен мысық. Мә, же ғой. Жақсы, осы жерде отыра тұра. Ал біз пока что осы керекті заттарымызды аламыз. Алатын боламыз. Жабылып қалды. Достар, пока что мына біздің ауылымыз қараңғы болып кетті. Қазір сіздерге не үшін екенін көрсетемін. Мұнда чучело тұр екен. Осы блок пайда болды. Біз бірдеңке шығарып едік жительдермен бірге. Ночное зрение менде төртеу ақ. Житель не болған білесің ба? Көрдің ғой өзің? Я, көрдім ғой. Бір затпен бүкіл жерді жауып тастадым ғой. Осы жерлердің бүкіл жері қараңғы. Сіздерге тіпті көрсете аламын, міне. Сосын достар, біздерге факел іздеу қиын болатын болады. Мынау не? Мынау бірақ сынбайтын сияқты. Мынаны. Бірақ деген ана жақ өте алмай өткен қалған блоктар сынбайды. Не болғанын білмеймін, бірақ қиын. Ал біз деген астыдан шығайық десек, асты жағы сынбайды. Астыңғысы тас, ал тас деген қатты өте мощный заттардың бірі. Осылай. Көрейік ендеше. Огородтарды қайтадан салып қойын. Достар, қалай выживание жасасақ болады? Мына әлемнен қалай шығамыз? Білесіздер ме? Факелмен күні бойы жүре алмаймын ғой. Ал мына жер вообще ашық, бірақ біз ол жерден өте алмаймыз. Мынау қандай жер? Свобода? Не мынау? Білмеймін мен. Достар, мен көрдім, еш жерде жол жоқ. Ана жол деген жабылып қалды. Қалай біз мына әлемнен қашып құтылады екенімізді білмеймін. Мынау деген өтірік бедрук шығар. Жоқ, мынау шын екен. Достар, қалай шығамыз? Сіздер білесіздер ме? Білсеңіздер комментке жазыңыздар.
Мұны тек админдар ғана сындыра алады. Бірақ деген админнің номері бізде жоқ. Жоқ, бедрокты алып тастайтын еді әйтпесе. О, чучело мұны. Не істейміз енді, достар? Қорқынышты көрінеді кішкене. Далада отырамыз ба, үйде отырамыз ба, не істейміз? Жақсы, мен факелдарды алып тастайын. Осылай алайық ендеше. Факелдардың бәрін алып тастайын. Мына жерде басқа факелдар жительдер қойды. Достар, бүгінгі выживание қиын болатын сияқты, е? Мен солай деп ойлаймын. Достар, сіздер деймін, бедроктың ішінде выживание жасап көріңіздер ме? Көрсеңіздер, қалай сол жерден шықтыңыздар, соны комментке жазыңыздар. Әйтсе, бұл Майнкрафт емес, крафтмын. Жақсы, осы факелдармен жүрейін. Но менің көршімді не? Осы заттарымды салып қойын телефоннан басқа. Салайын. Достар, мына әлемдегі выживанияның екінші бөлімін көргілеріңіз келсе, давайте мына видеода 5 лайк жинайық. Сол кезде бізде екінші бөлімін шығаратын болам. Сол үшін лайк басыңыздар. Сосын достар, давайте 100 подписчикқа жетеміз. 1000 подписчикқа жетеміз. Сол кезде мен деген фильм шығарам. Егер 1000 болса, стрим жасауым да мүмкін. Жақсы, сау болыңыздар.